Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен қызық факт арнасы. Дүкен мен супермаркеттен тамақ алар кезде құрамын қарайсыз ба? Қант және оны алмастырушылар, тұздар, бояғыштар секілді химиялық заттармен қаншалықты таныссыз? Егер осы уақытқа дейін бұған назар аудармасаңыз, енді көңіл бөлуді ұсынамыз. Адамның тағам қоспалармен таныс болғанына бірнеше мың жылдық өтті. Өйткені олардың қатарына қоспалардан бөлек тұз да кіреді. Жыл сайын олардың қатары артып келеді. Қазір олардың құрамына тағамның жарамдылық мерзімін ұзартуға мүмкіндік беретін химиялық элементтер кіреді. Дәрігерлердің өзі түрлі дерттің бастауы тамақтан екенін жасырмайды. Ендеше назарларыңызға тағамдық қоспалар жайлы толығырақ ақпарат беретін боламыз. Видеоны соңына дейін көрмес бұрын каналға жазылып, осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыз. Тағамдық қоспалар өндіріс, қаптау, тасымалдау және сақтау барысында технологиялық мақсатта қолданатын заттар. Олар тағамның түрін, дәмін, иісін сақтауға көмектесе отырып, жарамдылық мерзімін ұзарта түседі. Дегенмен, қаптамадан «е» деген әріпті көріп, бірден қолданудан бас тартпаңыз. Оның қаншалықты қолданысқа жарамды екенін білу үшін толықтай зерттеу қажет. Тағамдық қоспаны белгілеу үшін «е» әрпінен бөлек 3 немесе 4 саннан тұратын арнайы код көрсетіледі. Ал «е» индексі Еуропа сөзінен шыққан, Еуропалық одақ көлемінде арнайы тағамдық қоспалардың барын білдіреді. Оны арнайы халықаралық жіктеу жүйесі арқылы бекітеді. Е 100-ден 180-ге дейін бояғыштар, 200-ден бастап консерванттар, Е 300-ден бастап антиоксиданттар мен тотықсыздандырғыштар болып келеді. Ал Е 400-ден 430-ға дейін тұрақтандырғыштар мен қоюлатқыштар, Е 430-дан 500-ге дейін эмульгаторлар, Е 500-ден 520-ға дейін ұлғайтқыштар, Е 620-дан 642-ге дейін тағамның дәмі мен иісін күшейткіштер болып келеді. Ал Е 642-ден 899-ға дейін қосымша индекстер, 900-ден 1521-ге дейін қантты алмастырушылар және көгеріп кету көпіршіктердің туындауынан сақтаушылар болып келеді. Тағамдық қоспаларды қауіптілік және зияндылық дәрежесіне қарай келесідей топтарға жіктейді. Біріншісі, қауіпті және зиянды Е қоспалары. Мұндай тағам қоспалары бар өнімдерді пайдаланбауға кеңес береміз. Тек арықтау үшін ғана емес, деніңіздің саулығы үшін де маңызды. Бұл топқа төмендегідей Е қоспалары жатады. Келесі топ аса зияны жоқ қоспалар. Бұл топқа жататын қоспаларда белгілі бір мөлшерде ғана қолданса, адам ағзасына айтарлықтай зиянын көрсетпейді. Аса зияны жоқ қоспаларға келесідей түрлер жатады. Соңғы топ пайдалы тағам қоспалары. Бұл топқа жататын тағамдық қоспалар адам ағзасына ешқандай да зияндық әсер көрсетпейді. Керісінше, адам ағзасы үшін белгілі бір мөлшерде өз пайдасын тигізеді. Достар, келесі видеода адам ағзасы үшін аса қауіпті болып саналатын тағамдық қоспаларға толықтай тоқталатын боламыз. Жаңа видеоны жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз. Және де осы видеоны барынша тарқатып, көп адамның көруіне себепші болыңыз.